Мұғалімнің мақсаты білім берумен шектелмейді. Шынайы мұғалім білім бере отырып, оқушылардың өз ойын еркін жеткізуіне, сыни ойлауына, жауапкершілікке, ынтымақтастыққа үйретеді. Сонымен қатар мұғалім оқушының жеке тұлға ретінде қалыптаса отырып, өз әлеуетін ашуына көмектеседі. Бұл білім беру саласындағы маңызды іс-әрекеттердің бірі. Мен өзімнің жұмыс бұрышымды 3 бөлімге бөлдім. Бірінші бөлімде әдістемелік шеберхана, яғни мұнда мен өзімнің сабақта қолданған әдіс-тәсілдерімен таныстыратын боламын. Яғни үй жұмысын сұрауда, сабақты бекітуде додекадр әдісі, фри әдісі, жаңа сабақты түсіндіру барысында кино лента әдісі және QR-лар арқылы әртүрлі тапсырмалар орындау, сондай-ақ жаңа тақырыпты түсіндіруде 3D мозаикалар, сонымен қатар әртүрлі сәйкестендіру тапсырмаларын орындау және функционалдық сауаттылықты арттыруға әртүрлі тапсырмаларды QR-лап сабағымда қолданып жүрмін. Сонымен қатар жаңағы кері байланысқа түсінгенім, айтарым, көргенім, естігенім деген сияқты жаңағы кері байланысқа қолданамын. Сонымен қатар бағалауға 10 балдық жүйе бойынша әртүрлі бағалау парақшалары, ұлттық құндылықтарға байланысты киіз үймен, шаңырақпен, елтаңбамызбен бағалаудың қолданып жүрмін өзімнің сабақтарымда. Сонымен қатар бөлу әдісінде шаңырақ әдісі және әртүрлі платформалармен де топқа бөлеміз. Сондай-ақ кері байланысқа ұстаздарға бір жағынан 2025 жылдың күнтізбесі және ашық сабаққа кері байланыс ретінде QR-ларды қолданамын. Келесі бөлімім менің жұмыс бұрышындағы бұл платформалар сабақта қолданамын. WordWall, жеке жұмыс жасаған кезде EducaPlay, Kahoot деген сияқты платформалар. Сонымен 3D куб мозаикаларды да сабақта, өз сабағымда қолданамын. Тәжірибе алмасуға мен осы биылғы оқу жылында өкпе орта мектебінде өткен семинарда іс-тәжірибемен бөлісіп, ашық сабақ өткіздім. Яғни қан және қан топтары деген тақырыпта балаларды 3 қан тобы бойынша топқа бөлдім және үй жұмысын додекадр арқылы алдыңғы бөлімдерді қайталау мақсатында сұралды. Сонымен қатар жаңа тақырыпты ашу мақсатында фазл әдісі, сондай-ақ жаңа тақырыпты түсіну мақсатында бейне ролик, сонымен қатар бейнероликте түсінген материалдарды осы кинолентаға түсіру арқылы, сонымен қатар есептер шығарылдық, зертханалық жұмыстар орындалып, балаларды бағаладым. Мен өзімнің тәрбие сағатында Абай Құнанбаевтың 180 жылдығына орай құпия қорапша, яғни бұнда біз балалар суреттер сөйлейді, ақынның 45 қара сөзін QR-лау арқылы, сонымен қатар нақыл сөздері, өлеңдері деген сияқты тапсырмаларды әріс қай несі түсті, соған байланысты тапсырмаларды орындайды. Сонымен қатар мақал-мәтелді тап, ұлттық аспаптар қандай деген сияқты жасырын сұрақтарға жауап береді. Астың түсуіне қалай астында сұрақтар жасырылған.